Біздер міне бүгін Заринаның аргентиналық досы Кармеланың туған күніне келе жатырмыз. Зарина өзінің сүйікті досына асығып келе жатыр. Себебі көптен бері көрмеген еді. Туған күннің тақырыбы Шарлотта құлпынай қыз деген бейнемен байланыстырылған екен. Мамасы барлығын әдемі етіп, стол дайындап, балаларға түрлі тәттілер және тіпті батутқа дейін жалға алған екен. Мынандай балалардың ойын ойнайтын бөлмесін көрдіңіздер ме? Нағыз балалардың жұмағы ғой. Неше түрлі ойыншықтар бар. Былтыр осы үйдің ақ дастарханында қалған балалардың ата-анасымен танысқан едім. Биыл да сол маған бұйырыпты. Кармела қызымызды түрлі тілдерде құттықтап ән айттық. Are you 3? Are you 4? Are you 5? Are you 6? Балалардың ата-аналарының да көңілін аулады. Ал мынау пиньятаның аргентиналық түрі. Бұл шар ішінде түрлі тәттілер мен конфетти салынған екен. Бала жарған кезде оның ішінен тәттілер түседі. Әрине, туған күн кешінің ең қызығы бұл балалар алып келген түрлі сыйлықтарды ашу сәті. Қонаққа келген балалар да сыйлық алды. Барлығы өте тамаша өтті. Балалар үшінде, ересектер үшінде. Қараңыздаршы, бір үстелдің үстінде аргентиндықтар, мексикандықтар, француз, итальян, қазақтар болдық.